Елімізде көмір мен мұнай газ қоры мол болғанымен өндіріс көлемі артқан сайын оның да көлемі біртіндеп азайып келеді. Сондықтан болашақты бүгіннен бағдарлап, баламалы қуат көздерін іздестіруге қазірден кіріскен дұрыс. Бұл ретте атом энергетикасы арзан әрі тұрақты екенін көрсетті. Әрі дамыған елдерде бұл сала жолға қойылған. Сондықтан ең үздік әрі ең қауіпсіз технологияны пайдалану керек. Тепловыделяющие элементы елде әртүрлі. Мысалы жаңағы Япония салатын болса, ол ТВЛді Американың бағытындағы уранды пайдаланады. Ал Россия салып жатса, біздің уранмен салып жатады. Неге? Бізде өз комбинатты соны жасайтын өзіміздің заводымыз бар. Қасымызда жасап жатқан кісі ол қауіпсіздікті ойлайды. Неге? Себебі бізде зиян болса, оларға да зиян келеді.